Сәлем достар, бүгін біз қалдықпен бөлуді баған түрінде көрсетейік деп шештік. Каналға тіркеліп қоямыз. Мысалға, 94-ті 3-ке бөлсек қалай болады екен? 94-ті 3-ке бөлу үшін осылай жазып аламыз. 9-ды бірінші бөлеміз 3-ке. 3-тен береміз, я? 3-тен береміз. 3 жердегі 3-ің 9, 9-дың астына жазамыз да аламыз. 0 болады. Енді мұнда 4-іміз қалды. 4-ті мұнда түсіреміз. 4-ті 3-ке бөлеміз деген сөз. Немесе 4-тің ішінде 3 неше рет бар? 1 рет бар екен, 1-ден береміз. 1-ді енді 3-ке көбейтедіп, мұнаның 4-тің астына жазамыз. 3. 4-тен 3-ті аласың, 1 қалады, я? Сонда, қараңыз, мына жақта бізде басқа бөлетін санымыз жоқ. 94-ті 3-ке бөлген кезде 31 сан толық шығып тұр екен. Үтір қоямыз. 31 бүтін болды сонда. Бөлген кезде. Ал 1 қалдық қалып қойды. 1 қалдық қалып қойды. Егер бізге дәлірек керек болса, 1-дің артына 0-ді қоямыз. 0-ді қоямыз. Мұнда үтір қоямыз. Енді 10-ды 3-ке бөлеміз нешеден? 3-тен береміз, я тағда. 3-ке 3-ті көбейтсең 9 болады. 9-ды жазамыз. Тағы 1 қалды. Осылай 10 болып кете береді. Мына жақта 3 болып кете береді. Сонда біздің нәтижеміз 94-ті 3-ке бөлгендегі 31 бүтін 10-нан 3 екен. Немесе 100-ден 33. Осындай қалдықпен бөлінеді екен. Тағы да бір мысал көрейік. Мұнда 3-ті 7-ге бөлсек. 3-ті 7-ге бөлсек, әрине бүтінсіз бөлінбейді ол. 3 7-ге жетпейді. Сондықтан уже 0 бүтін болды бізде. 0 бүтін. Артына 0-ді қоямыз. 3 жетпегендіктен. Енді 30-ды 7-ге бөлеміз. Немесе 30-дың ішінде 7 неше рет бар деп сұрақ қойсақ болады. 4-тен бердік. 4 жердегі 7-ің 28, 30-дың астына жазамыз да аламыз. 30-дан 28-ді алсаң 2 қалады екен. Енді тағы да бөлшегін табу үшін тағы 0 қоямыз. 20-ны 7-ге бөлсек қанша болады екен? 2-ден береміз, я? 2 жердегі 7-ің 14. Енді 6 қалды. Осылай кете береді. Бізге 10-дық бөлшекті тапсақ, немесе 100-дікті тапсақ жеткілікті. Сонда 3-ті 7-ге бөлсек 0 бүтін 10-нан 4 болады екен. Немесе 100-ден 42. Бүгінге осы. Сау болып, каналға тіркеліп қойыңыздар.